елестетіп көріңізші, сіз жап-жас 17 жасар қызсыз. Ата-анаңыз тастап кеткен. Өмірден шаршадыңыз. Мына өмір маған қажет емес. Болды, ары қарай шыдай алмаймын. Лучше өз-өзіме қол жұмсаймын деп сыртқа шығып бара жатқанда, сізді көшеден серийный маньяк ұстап алып, өзінің үйіне алып кетіп, қорлап, зорлап, білген істеді. Сіздің өміріңіз осы оқиғадан кейін күрт өзгереді. Ал Флорида қаласында тұратын Лизаға бұл нәрсені елестетудің де қажеті жоқ. Өйткені бұл шын өмірде болған оқиға. Лиза ақшта Флорида штаты Тампа қаласында тұрған. Ол кезде небәрі 17 жаста еді. Бірақ оның өмірі тым қатты ауыр болды. Ол әжесімен және де оның азаматтық күйеуімен бірге тұрды. Туған ата-анасы кішкентай кезінде балалар үйіне қалдырып тастап кеткен. Әжесі сол жерден өз қолына алып кеткен. Лиза әжесімен тұрған кезде өте көп қорлық көрді. Соның ең қорқыныштысы бұл әжесінің ер адамы болған. Өзінің жақсы көретін любовнигі болған. И сол әжесінің ер адамы 3 жыл бойында кәмелет жасқа толмаған Лизаны зорлап келген. Ал Лизаның әжесі бұл жайлы ештеңе білмеген, тіпті күдіктенбеген де. 17 жасар Лиза өзінің өмірін жек көреді. Яғни мүлде өзін мына өмірге қажетсіз сезінеді. Өзінің өмірінен шаршап, ақыр аяғында өз-өзіне қол жұмсамақ болады. 1984 жылдың 27 қарашасы. Осы күн Лизаның өмірін түбегейлі өзгертеді. Лиза жұмыстан үйге велосипедпен қайтып келе жатқан. Кенеттен қараңғы көшеде бір белгісіз адам оған жақындап қару тақап, өзінің автокөлігіне күштеп отырғызады. Лизаның көзін байлап, қолын байлап, бейтаныс жерге алып кетеді. Лиза жылайды, Лиза қорқады, жаңа ғана өлгім кеп жатыр деген Лиза енді өмірмен арпалыса бастайды. Ұрлап кеткен адамның аты Бобби Джо Лонг. Бұл нағыз серийный маньяк. Бұл деген көп әйелдерді зорлап, қинап өлтірген. Енді Лиза да соның келесі құрбаны болады. Бобби Джо Лонг Лизаны өзінің үйіне алып келіп, 3 күн бойы қамап ұстайды. Оны қорлайды, зорлайды, қорқытады. Бірақ Лиза өзінің ішінен мен өлгім келмейді, мен тірі қалуым керек деп шешеді. Қаскөйдің үйінде отырған Лиза ерекше ақылдылық танытады. Ол қаскөйге қарсы келудің орнына оның сеніміне кіре бастайды. Лиза Бобби Джо Лонгқа сен ондай адам емессің. Мен сені жақсы түсінемін. Сен ондай қаскөй емессің. Сен өте мықты адамсың деп жұбата бастайды. 3 күннен кейін таңертең маньяк күтпеген шешім қабылдайды. Ол Лизаны босатып жібереді. Ол оған мен сені өлтірмеймін. Мүмкін сен мені түсінген жалғыз жансың дейді. Ол Лизаны өзінің көлігіне отырғызып, көзі байланған күйде бір көшеге алып келіп тастап кетеді. Лиза көліктен шыққан соң жүгіріп барып жақын маңдағы дүкенге кіріп полиция шақырады. Полиция келгенде Лиза барлығын егжей-тегжейлі айтып береді. Үйдің ішіндегі заттар, маньяктың жуынатын бөлмесі, маньяктың дауысы, машинасының іші, маньяктың жүрген бағыты. Бірақ басында Лизаға ешкім сенбейді. Неге? Өйткені Лиза жас қыз, кедей отбасынан шыққан. Полиция қызметкерлері оны тыңдағандай болып, бірақ күмәнмен қарайды. Тек қана бір әйел офицер оның сөзіне шын көңілмен қарап, тергеуді бастап кетеді. Лизаның көмегі арқылы полиция қызметкерлері маньякты тауып ұстап алады. Ол жаңағы Бобби Джо Лонг, оңдаған әйелді зорлап өлтірген маньяк. Бобби Джо Лонгтың қолынан жалғыз тірі қалған қыз бұл Лиза. Бобби Джо Лонг неше жылға түрмеге кетті деп сұрасаңыздар, пожизненный, одан кейін смертная казнь. Яғни оны инфекция арқылы улап полиция қызметкерлері өлтіреді. Ал енді қазіргі Лиза кім? Лиза Маквей бүгінде полиция қызметкері. Ол жасөспірімдермен, зорлық құрбандармен жұмыс істейді. Өз басынан өткен сұмдықты ұмытпайды, бірақ оны күшке айналдырады. Ол енді жәбірленуші емес, жертва емес. Лиза нағыз батыр қыз. Лиза Маквей жай ғана тірі қалған адам емес, ол тарихта қалған, өз тағдырын өзгерткен адам.
Сіздерге осы видеоны дайындап жатқан кезде мен кәдімгідей шаршап қалдым, потому что мен сразу түсірем и сразу монтаждаймын да. И жаңағы мен өзімнің көйлегіммен болдым ғой, ол көйлекпен жалтып алып монтаждаған өте ыңғайсыз болды, поэтому мен ол көйлегімді шешіп қойдым, өзіме удобная пижамамды киіп алдым. Если что, ренжімей қойыңыздар, пожалуйста, просто мне так удобно. Сол енді бүгінгі Лизаның оқиғасы сіздерді таңғалдырды деген ойдамын. Менің өзімді де таңғалдырды. Лиза деген вот нағыз батыр қыз, қазіргі уақытта ол полиция болып жұмыс жасайды, тоже жаңағыдай зорлық көрген, зомбылық көрген жасөспірім қыздарға көмектеседі. Ең басында естеріңізде болса, Лиза өлгісі келді. Мен сіздерге айттым ғой, өміріне шаршап өлуге бара жатты. Одан кейін жаңағы маньяк оны ұстап алды, үйіне алып кетті, тағы да зорлады, тағы да қорлады. Одан кейін полицияға барып, жаңағыдай сол маньякты ұстап берді. И одан кейін оның өзінің өмірін өзгертті түбегейлі. Яғни өмірге деген махаббаты оянды. Мен батыр болам, мен ондай слабая емеспін деп қазіргі таңда кәдімгідей полиция болып жұмыс жасайды. Вот осындай сіздерге бүгін шын өмірде болған оқиғаны айтып бердім. Ұнаса міндетті түрде мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Все, ең бастысы өздеріңізге қарап жүріңіздер, пожалуйста. Түнде көшеге шығатын болсаңыздар, қастарыңызға ағаларыңыз, папаларыңызды алып алыңыздар, потому что білесіздер, қазір енді бұндай оқиға қазірдің өзінде де бар. 21-ші ғасырда қазірдің өзінде де бар. 2025 жылы әлі де бар бұндай оқиға. Сондықтан да қыздар, пожалуйста, абайлап жүріңіздер, өз-өздеріңізге қараңыздар, өз-өздеріңізді жақсы көріңіздер. Все, всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.